Осы енді өзімнің құдаменен қоштасып батасты алып жатсам да соңғы сөзімді айтып кетейін деп отырмын. Енді мектептің аты Ұзынағаш деп қалатын болса, мына әкімді келген екен ауылға, инстаграмда жүр. Халықта ол жерде жететін жетпей жатқанын жазып жатыр. Енді көретін жерлерді көрген екен, ол кісі дағы былай жалпы халықпен кездесу болмаған екен. Кездесесін оны бізден сұрамайды ғой. Мен енді жалпы инстаграмды көргеннен кейін айтып жатырмын. Ода да Ақтоғайдың жолы туралы айтқан екен. Осы келе жатқанымда тойға құдам бара алмады. Құда-құдағы екеуі де. Сондықтан Ақтоғайды айланып келдім. Жолын тағы түсіріп едім. Жолда Шолпан ауыл деген дәппақ жазып қойыпты. Оны мен әкімнің көзі көрмей ме, дыбыс осындай түсіп қапты. Енді не қылдық дегенде де жазып қойғам. 600 адам қолдаған оны да. Шадан кейін шолақ бап о дыбысы, ода падан кейін тағы бір дыбысты, одан кейін дыбыстар түсіп тұрған болатын. Мен де ол сол Шолпан ауыл дегенге мен үлесімді қостым деп ойлаймын. Бірақ кетерде айтып кетем. Өз сөзімді құдама осы Шолпан ауылында қанша жыл еңбек етіп, 96 жыл жасағанға дейін омырауындағы ордендер салақтап отырып, жалақтап оқысы ештеңе сұраған емес, өзіне квартирде сұраған жоқ. Сол мектепті салу сұрады. Сол мектеп Ұзынағаш атында бәрібір сол құдам сұраған қалпында қалғай тұр екен. Құтты болсын деп айтам, бұны бәрін менің құдам үлес деп айта келем де, енді менің құдама осы Шолпан ауылынан бір көше берсін дегенде тағы да сұраймын. Өзімнің бір жұмыс баптарыменен кетіп бара жатырмын. Ертең жол жүрейін деп отырмын. 9 майда келетін, 9 майда келе алмаймын. Сондықтан тағы да алда өмір бар дейді, ғұмыр бар дейді. Құда көтеріліп кетсін әрине. Өте қатты ауырып отыр екен. Көзі аларып, сақалы өскен мен өзім бірінші рет көрдім. Сағат 3-ке дейін күтіп жүріп, жаңа тұрғызып, сіздермен қоштасып кетейін деп отырмын деп, құда мен құдағы екеуін отырғызып тағы да түсіріп алдым. Жалпы Шолпан деген елге менің бір жаман атым жоқ. Өйткені қызым келін болып келген жер бұл жер. Киелі жер, жақсы жер, бірлікті жер деп үнемі мен бұрында өзі жүрген жерінде де айтып жүрем. Енді кетер шағында Шолпан ауыл деп жарқырап тұрған жерге түсіп, сол жерде түсіре кетіп, ары қарата құдам 1000 жылдық деп кете берем, қайтадан қайта келем деген әңгімелерді айта кетем. Халыққа бейбітшілік, тыныштық болсын деп тағы да айта кетем.